Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Әйелім мен бажамның төсектес болып жатқанын үстінен шықтым. Төреғали ажырасып кетіпті дегенге алғашында сенбеген едім. Өйткені 2 баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төкеңнің өзі де, әйелі Маржан да сыйласымға жақсы жандар, аға деп сызылып тұрады. Негізі төкеңдей құдайы көршім болғанына разы едім. Амал қанша, олардың ажырасқаны рас болып шықты. Шымқала ысып кеткен соң отбасымды алып Бурабайға 1 апта демалып келіп едім, алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы, жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дуалата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп шешініп шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағандай қылып жар салды. Сенгім келмеген, бірақ ақиқаты сол екен. Арада 1 күн өткен соң төкеңнің өзі келді. Алдымен Бурабай қалай екен, қалай демалдыңыздар деп хал-жайды сұрасқаннан кейін жағдайды естіп жатқан шығарсыздар. Солай болып қалды деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік, бірақ өз аузыңнан естіген басқа. Не болып қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой, дедім. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Әйел деген қойныңда жатқан сұр жылан, байқамасаң шағып алады деп бекер айтпайды екен. Әйелім нағыз сұр жылан болып шықты, деп әңгімесін бастады төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Үстінен түстім, ұстап алдым. Жағдай осы. Ондай әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңлісі үйленіп тойға барып келген соң әйелім кәдімгідей өзгерді. Сіңлісінің күйеуі, яғни бажам жайлы жиі айтатын болды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер, сіңлімнің бағы бар деген сияқты әңгімені жиі көңірсітіп айтатын. Бажам Қызылорданың тумасы, Шымқаламен 2 орта алыс емес. Әйелім сіңлім айтып қалыпты, бүйтіп қалыпты деп Қызылордаға жиі баратын болды. Одан көңіліме ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп жаттық. Бажамда түрлі сылтау айтып Шымкентке жиі келгіштеді. Кейде үйге қонып апталап жатып алады. Тірлік жасап жатқан бала ғой деп ішімнен ойлап қоямын. Бажам келген кезде әйелім гүл-гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отыр, алып отыр деп ішіне түсіп кете жаздайды. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем ойлары басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын, таңертең кетіп кешке келемін. Келсем бажам керіліп диванда теледидар көріп жатады. Әйелім айналсоқтап соның жанында жүреді. Бір күні күннің ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып болмаған соң жұмыстан сұранып тұз әлетінде үйге қайттым. 2 балам жазғы лагерьде. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп есікті тартсам жабық тұр. Әйелім бір жаққа, бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда есікті өз кілтіммен ақырын ашып үйге кіргенім сол еді. Жатын бөлме жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шыға жаздады. Тыр жалаңаш әйелім халатын үстіне кие алмай әлек. Ал бажам сейсепті беліне орап төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеуі де аяқ асты мен келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерлерінен ұстап алдым. Мұндай опасыздық бола ма? Бажа емес, арамза екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың. Қатынымды арбап, астыңа салдың. Бетіңе түкіріп, тыр жалаңаш қалпыңда тепкілеп үйден қуып шықтым. Салдақы осы екен ғой, сенің Қызылордаға жиі барғыштап кеткенің. Көтің әбден қышыған екен, жезөкше. Ана ержетіп қалған 2 балаңнан ұялсаң нетті? Енді туғандарыңның, ана сіңліңнің бетіне қалай қарайсың деп бір ұрып құлатып, тұншықтырып, өлтіргелі жатыр едім. Айқай-шуды естіген көршілер жүгіріп келіп ажыратты. Әйтпегенде ақ төсегімді арамдаған әйелімді расында өлтіріп тастайын деп тұрғанмын. Менде де кінә жоқ. Ана бажаң мені арбап алды, астына салған. Басымды дуалап тастады ма білмеймін. Оның айтқанына көдім, дегенін істей беретін
күйге түстім. Оның ойнасы болып қалғанымды білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа, мені кешір, Төлеш, кешір деп жылап әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім, бөтен бір еркекпен жатып ұсталса, бір сәттік сезімнің құрбаны болған шығар деп кешірер едім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса, үйге келіп араласып дән татып тұрып, осындай опасыздық жасап отыр. Ол екеуін кешіруге бола ма? Жоқ. Екі балам да әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қара бет болып. Жаным деген адал жарым, әйелімнің істегені мынау. Екі ақтыдан бажа тату деп жатушы еді. Өйткені бажамның жасағаны анау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осы, аға, деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқанын жөн деп қостай бердім. Сіз не дейсіз, оқырман? Әйелдікі түсінікті, жылы сөзге арбалып түсіп қалған шығар. Ал бажамның иттік жасағаны дұрыс па? Өз ойларыңызды қоса кетіңіздер.